Құрметті әріптестер, мен сіздерге өзімді толықтай таныстырып өтсем. Мен Сиздикова Балжан Сапарбаевна боламын. Туған жерім Келес ауданы, Леспек Жолдасов ауылында дүниеге келгем. 2001 жылы Леспек Жолдасов атындағы мектепті үздік бітірдім. Сол жылы Шымкент университетіне түсіп, тарих-география мамандығы бойынша білім алдым. 2005 жылы аталған оқу орнын қызыл дипломмен тамамдадым. 2015 жылдан бастап Сәбит Мұқанов атындағы жалпы білім беретін мектепте география пәнінің мұғалімі болып, еңбек жолын бастадым. 2015-2022 оқу жылдары 7 жыл бойы сынып жетекші болып жұмыс атқардым. Қазіргі уақытта сыныбым 8-ші сынып оқушылары. Оқушылардың білім алып, тәрбиелі азамат болып қалыптасуына бағыт-бағдар беріп келемін. Мен енді өз сыныбымның жетістіктері мен оқу тәрбие бағытындағы жұмыстарымды қысқаша таныстырып өткім келеді. Мен үшін ұстаздық жүректің қалауы, бала жанына жарық сыйлайтын ізгіліктің жолы. Абай атамыз, ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға дейді. Мен бұл сөздің мәнін күнделікті еңбегімде сезінемін. Білімге құштар, еңбекқор, алға ұмтылған шәкірттер тәрбиеленуде. Біз бір-біріне дем беретін, ұйымшыл, бауырмал, жауапкершілігі жоғары үлкен отбасы іспеттіміз. Біздің тәрбие бағытымыздың өзегі адал азамат қалыптастыру. Абай, адам болам десеңіз ар ойла деп бекер айтпаған. Адалдық бар жерде сенім, әділдік, мейірім және жауапкершілік бар. Бір тұтас тәрбие бағытының мәнінде осы қасиеттерді бойына сіңірген, өзінде, елінде қадірлей білетін тұлға тәрбиелеу. Әр оқушы өз орнын табуға тиім әлем. Абай, сенде бір кірпіш дүниеге кетігін таптабар қалан дейді. Менің міндетім сол кетігін тауып, арман жолына қарай нық басып жүруіне қолдау көрсету. Мен ұстазмын, мен сынып жетекшісімін. Менің басты мақсатым адал, жауапты, парасатты, тәрбиелі азамат қалыптастыру. Мектептің қоғамдық жұмыстарына өзім жетекшілік ететін сыныбым белсенді түрде атсалысып келеді. Тәлімді тәрбие сағаттарымен ер балалар және қыз балалармен өткізілетін жұмыстар ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығының жоспарына сәйкес ата-аналар жиналысын тұрақты түрде өткізіп келемін. Адал азамат бір тұтас тәрбие бағдарламасы бойынша үзіліс уақытын тиімді пайдалану мақсатында көңілді үзілістер оқушыларды шығармашылыққа баулуға, құндылықтарды қалыптастыруда, күй күмбірі аясында күй тыңдау, күй тарихымен таныстыру жұмыстары жүргізілуде. Сыныбымның ер балалары зиянды әдеттерден аулақ етіп, спорттық іс-шараларға қатысу арқылы салауатты өмір салтын ұстану мақсатында ұлдар жиналысы да өз нәтижесін беріп келеді. Қызға 40 үйден тыйым деген аталы сөз бар халқымызда. Халқымыз қашаннан қыз тәрбиесіне ерекше көңіл бөлген. Ата-ананы үлкенді сыйлауды және құрметтеу керек екендігі жайлы сыныбымның қыздарына айтып отырамын. Менің сыныбым, менің әлемім. Баланы білім нәрәрімен сусындату, сынып жетекшілік ету, балалармен жұмыс жасау мен үшін үлкен бақыт. Жұмысымыз нәтижесіз емес. Қазіргі заманға сай сынып жетекші болуға тырысамын және ұрпақ тәрбиесі үшін аянбай еңбек ете беремін.